Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ арнасын көрермендері. Видео салмағалы да біраз уақыт болды. Бұқалардың күйлері. Так, 5 бас бұқаны сойып тапсырдық базарға. Салмақтары 220-215, кішкентайлары 170-180 килограмм берді. Қазір үлкендері қалды. Сосын осындай еркек 1 жасар торпақтар алып қойдық. Аллах қаласа жайлауға жіберуге. Мына жердегі ақбас кетті. Тоқал. Таза салмағы 183 килограмм берді. Мына енді үлкен бұқалар қалды. Міне сосын тағы бір қара торпақ 1 жасар. Мына жердегі таза сементал шатыс 215 килограмм берді. 215 килограмм берді. Мына жердегі тұрған, мына жерде тұрды олар. 2 бұқа. Кер бұқа мен қасқа бұқа, бой кішкентай. Кер бұқа 170 килограмм берді. Ал анау қасқа бұқа 220 килограмм берді. Негізі 232 килограмм берді. Майларын сылып, салмақтарын сөйтіп өлшеген кезде, өшім 220-ға түсті ғой. Негізі 232 килограмм ет шығарды. Мына үлкен бұқалар қалды. Аллах қаласа, оларды да сойып тапсырып қаламыз. Видео сала алмай жүрмін. Ренжімеңіздер, қол босамай кетті. Міне бұқаларымыз жатыр, рахаттанып. Бүгін енді білмей тұрмын. Бүгін аламандығын берсе, мал соятын шығармын. Осы 2 бас кету керек, аламандығын берсе. Міне дала толық еріді. Қар бәрі кетті. Енді аламандығын берсе, смело субботник істей беруге болады. Енді бірінші жыл аткорым жасағанға, енді ойдағыдай салмақтар шығып атыр. Ойдағыдай салмақтар деп ойлаймын енді. Бірақ қанша айтқанмен бұқалары 2-де, салмақ аз. Енді басында бастапқы бордаққа тұрған кезде кішкене қателіктер болды. Сол қателіктермен жұмыс істеу керек. Енді бордақыда тұрғаннан кейін салмаққа жұмыс істегеннен кейін енді бұларға жемді де жақсы беру керек екен. Мен бидай бердім ғой, арпамен араластырып. Негізі басында мен сол 3 ай бастапқы аткорымға қойған кезде 3 ай кішкене жемді аз беріп қойдым. Аз наулақтай беріп қойдым да. Содан кейін бұлар басында салмақты жинамай, соңғы айларда ғана жинады ғой. Получается, бұл бұқалар басында 3 айда жай тұрды, жем жеп. Ол кезде күйлері көтерілмеді. Соңғы 3 ай ғой, соңғы 3 айда қосты ғой салмақты. Енді Аллах қаласа кішкене көрдік, үйрендік. Аламандығын берсе, бастапқы айларда бұқаларға жемді, дробленканы кішкене мықты беру керек екен. Сол кезде бұқалар жақсы салмақ береді. Мына бұқа міне кейіннен көтерілді, мына бұқада. Кейіннен көтеріліп, кейіннен жалпайып. Мына қарақасқа бұқамыз міне Галштейн. Жалпақ. Кейіннен көтерілді бұл бұқалар. Өтірігі жоқ енді, шын. Өздеріңіз көрдіңіздер видеодан. Кішкене арықтау болды. Негізі Аллаға шүкір ойдағыдай. Бірінші жылға көрдік. Енді аламандық берсе, келесі жыл бордақыда салған кезде, қойған кезде бәрі аламандық берсе, чөткі болады деген ойдамыз. Тағы айтып кететін жағдай, бұқаларды қанша айтқанмен витаминдарын бәрін егіп, сондай дұрыс процедуралар істеп отыру керек.
ол құр аузына жем тыға бергеннен тоже толқы жоқ. Аппетиттарын ашып, тұз беріп, мел беріп, сондай дүниелер қарастырып отыру керек. Енді айтпақшы, мына жердегі менде көк тоқал бұқа тұрған, мына жерде тұрды. Потом ол бұқа мына жерде тұрды. Менің сол бұқам ангус шата бұқа болған. Өте ойдағыдай салмақ берген жоқ. Дәу денесімен 218 килограмм ғана ет берді ғой. 220 сол кептіріп, ананы кесіп, мынаны кескен кезде 218 килограмм ғана берді. Өйткені ол бұқаның іші үріліп кете берді да, салмағы өте төмен болды. Негізі ішіп үріле берген бұқа қанша айтқанмен аз салмақ береді екен. Аз салмақ береді екен. Сосын неге үріле береді деп, оны денсаулық дұрыс емес па деп ойладық. Жылудығы дұрыс емес па деп. Содан кейін сойғаннан кейін жылудығын үлкен қарын ашып қарсақ, ішінде салафан жүр, қара салафан. Өрісте жүрген кезде жек қойған ғой. Өйткені қорада тұрған кезде менде қара салафан болған жоқ, мен кіргізген жоқпын да. Сондай жағдай болып қалды. Іші содан кейін үріле берген, народный предмет кіріп кеткен ғой ішіне. Так, міне осы бұқалар. Міне біздің сементал шатыс бұқамыз. Бордақыға өте төмен күймен кірді. Аллаға шүкір, өзіне деген нәтижесі тамаша. Так, мына жердегі сементал бұқа, іші өте берген бұқа, оны сойдым. Ол таза 177 килограмм ет берді ғой. Күйі өте түсік қалды, өте төмен болды оның күйі. Бірақ мә енді порода есть, порода ғой. Мясо молочный порода ғой, мясной порода основном. 177 килограмм деген ол өзіне өте көп болды да. Мен ойладым 150 килограмм ғана салмақ беремін деп. Жоқ, Аллаға шүкір, 177 килограмм берді. Көңілімнен шықты ол бұқа. Тек ауырып қалғаны болмаса, жуылдығы бәрі таза, ішінде ешқандай народный предмет, салафан, жіп ештеме шыққан жоқ, бірақ іші тоқтамай өте берді. Неге екенін соны түсінбедім. Осындай жағдай. Бордақмен айналысыңыздар, талмаңыздар. Алла тағала істеген кәсіптеріңізге береке берсін. Енді қорықпаңыздар, бір ауызбен айтқан кезде саспай істей беріңіздер. Қандай да бір қателіктеріміз кетіп отырса, комментарияға жазып айтып отырыңыздар. Лүпіл басып таратыңыздар, видеоны қалғандары көрсін. Енді Алла амандығын берсе, бұқалар алып жатырмын. 20 бас бұқалық қойдым, мынандай бір жасарлар. Алла амандығын берсе, ендігі видеоларымыз жайлауда болады. Ол жақта сет ұстамайды, бірақ шама келгенше связьға шығып, сетқа шығып, видео салып отыратын болам. Міне мына бұқалар Алла амандығын берсе, бір осы 3 күннің ішінде кетеді. Алла амандығын берсе, баға өте төмен, 2200. Вообще көңілден шықпайды баға. Еңбегіміз далаға кетіп жатыр деп айтуға болады. Баға өте төмен. Міне комментарияға қалдырыңыздар. Мына бұқа қанша салмақ береді. Енді төс өлшемдерін өлшеп жүрмін. Бұл бұқаның төс өлшемі шатаспасам 184 па, 186 ма, сондай ғой деймін. Мына өлшетпейді. Енді қандай салмақтар бар айта кетіңіздер. Бойы аса қатты биік емес. Бірақ ет нәтижесі өте тығыз, тамаша. Міне жасы әлі 2-ге келген жоқ, бірде 10 ай, бірде 10 айлық бұқа. Міне комментария жазып, лүпіл басып, каналға жазылыңыздар. Алла қаласа тағы да видеолар болады. Істеріңізге береке берсін. Ассаламу алейкум.